Бүгінгі түсірілімде Қытай автокөліктерінің бірі, бұл да жаңадан шығып жатқан көліктер екен, бірақ келгеніне де 2 жылдан асқан. Аты маған да қызық болып тұр. Кайя, тілім келмеді. Кайя деген көлікпен танысып өтейік. Біз өзіміз нақты білмегендіктен ішінде менеджер арқылы танысайық. Бұл жерде ешқандай ақша төлемей-ақ та 10% ақша төлеп те ала беруге болатын мүмкіндіктер қарастырылған екен. Бұл көліктерде Қытайдың шығарылған көліктерді, яғни Қазақстанға келгеніне де 2 жыл болған, яғни біздің жолдарда жүріліп тексерілген көліктерге жатады. Маған да аты жаңадан естілгесін қызық болып тұр. Ендеше сіздермен бірге осы көліктермен танысып өтейік. Қазір бұл Кай маркалы автокөлікпенен осы салонның менеджері Жулияр таныстырып өтетін болады. Саламатсыздар ма? Бұл бізде седан Каи E5 деген, самый полный комплектацияда. То есть именно Каи E5 ол 1.5 турбо мотормен жүреді. Коробкасы автоматический вариатор, 2 цеппен, 2 охлаждениесімен. Полный комплектацияда бізде 360 камера, подогрев алды-арты сидений, система экстренного торможения, бесключевой доступ, подогрев алды-арты лобовой полностью бар. Бұл жерде гарантиясы бар машинаның, 5 жыл гарантия машиналарға береміз. То есть мотор, коробка и электроника жағынан полный гарантия беріледі машиналарға. Бұл көліктер бізге қашан келді негізі? Бұл көліктер уже 2 жылдай болды Қазақстанда болғандықтан. Қытайда жиналады машиналар. Енді 2026-тан бастап Қазақстанда осы Алматыда жиналады машиналар. Бізде көп қойылатын сұрақтар, Қытайдан келген көліктердің материалдары қалай бұныкі? Қараңыз, бізде преимущество сол. Кузов бізде полный оцинкованный жүреді. Горячая оцинковка дейді. Сол ескі аудиолар сияқты оцинкованный черемит 0,8 мм оцинковка. Моторлар бізде чугунный, алюминиевый емес чугунный блокпен. Ресурс мотордың көп. Бұл жерде именно осы модельді қарасақ, бесключевой доступ, 360 камера, бағана айтқандай, подогрев алды-арты сидений, система экстренного торможения, кондиционер полностью бар. Именно седан бізде более подспортивный вариант жасалынған. Бұлай көрсеңіз, строчкалармен, кожа строчкалармен, сиденье Рикара сияқты спортивный сол мындай ставкалары полностью более подспортивный современный вид жасалынған. Бұларда комплектация бөліне ме? Комплектацияға бөлінеді. Именно осы бізде қазір шоурумда тұрған самый полный комплектациялары. Люкс комплектациясы, комфорт плюс и комфорт деген бар. Комфорт ол механикада жүреді. Тканевый салон кожаный емес. Комфорт плюс ол средний комплектация, уже кожаный салонмен, бірақ 360 камерасы жоқ, 16 дисктер тұрады. Бағасын айтып кетейік. Именно осы көліктің бағасы қазіргі уақытта осы айда спецпредложениемен 10 миллион 490 тұр. Бұлай негізі өз бағасы 11 миллион 590, қазір 1 миллион 100 скидкасы болып жатыр. Самый полный комплектацияда. Бұл түскен бағасы ма? Қазір уже түскен бағасы. А так бағасы 11 миллион 590. Қолма-қол алған жағдайда қалай болады? Ол уже, конечно, скидкалар болады. Скидка, подарок жағынан обязательно болады. Ал бөліп төлеу кредитке? Қараңыз, кредит бізде без первоначального взноса бар. Льготное кредитование 12-16% без первоначального взноса ала аласыз. Стандартный кредит без первоначального взноса ала аласыз. И рассрочка бар. Рассрочка 3 жылға бар, 50% первоначальный взнос керек болады. Рассрочканы 1 жылға ма? 3 жылға. 3 жылдың ішінде бөліп төлейді. 3 жылға беріледі, рассрочка 50% қойсаңыз. А так без проблем. Қазір, допустим, ақшаңыз болмаса, без первоначального взноса келіп, одобрение алсаңыз болады, көлікті айдап кетесіз. Жаңа көлікті гарантиясымен, 5 жыл гарантиясымен. Келесі көлікке өтейік. X3 деген модель бұл. Бұл бізде кроссовер. Именно осы комплектация самый базовый тур механикамен. Бұл жерде светодиодная оптика тоже полный, то есть чугунный блокпен, 1.5 атмосферный, без турбины, вариатор коробкасымен, чугунный блок тур. Полный кузов оцинкованный, тоже полный гарантия беріледі. Енді қараңызшы, бұл көліктер Қытайдан келгесін көп адамдардың сұрайтыны, жаңағы қосалқы бөлшектер, яғни запчастьтерін қалай аламыз? Мысалға, мына неге фарына зақым келеді, сынады, қалай табамыз деген сұрақтар туындайды.
Қараңыз, КАИ деген машина бар, негізі 2013-тен бастап бар. Бізде склад үлкен. Складта полный наличие любой запчасть бар. И даже складтан алмасаңыз да, Карситиге барсаңыз, КАИ десеңіз, без проблем таба аласыз. Бұл базардан да табылып Базарда жатыр ма? Карсити, я бізде Карсити Алматыда бар ғой. Сол Карситиге барсаңыз, базарларда бар. Жарайды, ол сыртқы бөлшектер, ішкі бөлшектер мотордың Тоже полностью бар. ходовой Бәрі бәрі бар. табылады, иә? Ну, как раз сізде таки мотор, коробка, электроника сізде гарантияда болады. Сол үшін уайымдамасаңыз болады. Допустим, клиент келеді бізге, уайымдамайды. Алады, кетеді гарантиясымен. Құдай сақтасын, конечно, жаңа машина алған соң айдау керек қой. Егер бірдеңке болып қалса, келеді, мотор, коробка, электроникамен болса, без проблем. 5 жыл гарантиясы. 5 жыл гарантиясымен беріледі. Жасап Ал береміз. алу жолдары бұл да манағыдай ма? Иә, без первоначального взноса бізде бәрі тең условиялары. Без первоначального взноса алуға болады. Именно X3 деген қарасаңыз, мынау полный комплектациясы бар. Ал мынау X3 осыға да Я, қызылдары бар. осы только уже полный комплектациясы. Бұл жерде уже камера заднего вида, рейлингтер бар багажникте, светодиодный оптика, дисктері басқаша, кожаный салон. Ну, барлық автомобильде бізде подогрев алды арты сидений, подогрев руля, кондиционер полный заводтан бар. X7-ге барайық. X7, иә. Именно осы көлік X7 деген, ол біздің флагман. Өте әдемі, современный стильмен жасалынған. Бұл жерде самый полный комплектациясы. 2 литр турбо, полный привод жүреді, 7 орындық машина бұл. Функцияларын өтіп кетсек, бұл жерде жүріңіздер. Жақында айтайық. Қараңыз, бұл жерде бізде ақ салонмен, очень богатый салон. О, әдемі. Аппақ салон, әдемі салон. Кожа ма? Кожа, иә. Бұл жерде подогрев, тағы алды арты сиденье, обдув сидений бар, холодильник, беспроводная зарядка, голосовое управление. Голосовое управление бар, бассаңыз, открой люк десеңіз, люкті ашады, открой окно десеңіз, терезесін ашады. Полностью өзі істейді. Ол қазір русификация жасалған ба? Иә, обязательно. Барлық көліктерде бізде русификация жасалынған. Біз официальный дилер болған соң, бізде полный русификация жасалынған. Бұл жерде уже функциялары көп. Автоматическое, то есть экстренное торможение, предупреждение о столкновении сзади, спереди, сбоку деген сияқты полный бар. Панорамный крыша люкпен ашылатындай. Енді бұның алу жолдары? Тоже тура сондай. Без первоначального взноса, льготный, стандартный кредит, рассрочкаға алуға болады. Бағасы? Именно осы көліктің 18 миллион 990, самый полный комплектациясы. Ну, клиент келсе, уже алам десе, уже в любом случае бізде уступкаға барамыз, бастықтармен сөйлесіп, скидка жасап береміз, подароктарын жасаймыз. Бұл көлік ең осы КАИ ғой? Иә, КАИ. КАИдің мақтаулы көліктерінің біреуі деймін бұл. Иә, именно осы X7 деген ең сондай флагман модель да бізде. Хит деп айтады. Иә, хит модель. Бұл көлік бізде X3 Pro, бағанағы көрген X3 болған олар простой. Бұл жерде X3 Pro тоже турбинасымен жүреді. Бізде барлық автокөліктер турбинамен жүреді, тек қана X3 атмосферный. Бұл жерде тоже турбированный мотор. Атмосферный деген қалай айтылады? Атмосферный без турбины. Обычно біз жүріп атқан без турбины моторлар. Бензин қандай құямыз? Бензин желательно 95, біз айтамыз, 95 құю керек. Жаңа болған соң обкаткадан шығады. Сервистер бар ма мұнда көліктер, майын ауыстыру, тағы да басқа? Барлығы бізде осы адресі, біз Алматы қаласынан Сүйінбай 243 деген мекенжайдамыз. 9-дан 8-ге дейін істейміз, без выходных, без перерывов. То есть любой уақытта келе аласыз 9-дан 8-ге дейін. Машинаны көріп, бізде тест-драйв бар. Қаланың ішінде жүріп, айдап көрсеңіз болады. X3 Pro ол уже самый полный комплектация, бір комплектациясы жүреді. 360 камерасы бар, панорамный крыша, система экстренного торможения, подогрев сиденья алды арты, тағы да бесключевой доступ, 18 дисктер. Салонға өтсек, бізде автоматическая регулировка сидений, плавающее сиденье дейді ғой. Круиз-контроль, подогрев руля, беспроводная зарядка, спорт режим, обычный режим, помощь при спуске с горы, сондай функциялар өте көп. Енді мана таныстырған көліктеріміздің ішінде қай көліктер көбірек сұраныста? Барлық.
барлығы келіп бізде допустим бір күнде стабильно 3-4 машина өтеді. X3, E5, X3 Pro, X7 енді кішкене сұранысы ондай емес та, потому что ол кішкене қымбатырақ. В основном бізде бюджетный көліктерді сұрайды. Мынау көліктің бағасын айттық па? Оның бір 990. Бұл қазір түсіп тұрған бағасы ма жеңілдікке? Иә. Жоқ, егер клиент келсе, допустим, келсеңіз, тағы қарастырылады. Скидка жайында. Банкіменде манағыдай без первоначального взноса. Барлық автомобильдер бізде без первоначального взноса алып кетсеңіз болады. Немесе 10% төлеуге болады. Иә, или 10%. Без первоначального взноса без проблем келіп алып кетсеңіз болады. Қараңызшы енді 10% төлегенменен төлемей алғанның айырмашылығы қайда болады? Ешқандай айырмашылық жоқ. Ол баға первоначальный взнос қойсаңыз, ол ежемесячный платеж азаяды сізде. Тек қана сол. Иә. Әр сайын төлем азаяды. Енді Зульяр, өзіңіздің байланыс нөміріңізді айтып кетіңіз. Сізге байланысын. Иә, менің нөмірім 8747 271 тағы 271 7. Есімім Зульяр болады. Осы автосалонда 24/7 осы жердемін. Любой моментте хабарласа болады. WhatsApp осы нөмірде, телефон тоже осы нөмірде. Барлық автомобильдерге, көліктерге скидка қарастырылады. Подарок, скидка в любом случае қарастырылады.